Басқа біреуге ғашық болып қалған күйеуі әйелін теңізге лақтырып жібереді. Бүгін назарларыңызға осыдан 16 жыл бұрын шыққан дорамамен таныстырамын. Бас кейіпкер әйел мен еркек көптен бері ерлі-зайыпты, бірақ олардың некесін бақытты деп айта алмайсың. Бір күні әйелдің бұрынғы құрбысы шетелден көшіп келеді. Оның көзі бірден құрбысының күйеуіне түседі. Содан екеуі кездес бастайды. Дегенмен енді жаңағы әйел, еркектің әйелі мешает қой, былай айтқан кезде. Сондықтан да оның көзін құртуды ойлайды. Солай оны теңізге лақтырып жібереді күйеуі. Бірақ әйелі тірі шығады. Сонымен ол басқа біреу болып, бай отбасының қызы болып оралады. Енді оның бар қалауы кек алып бастайды. Бірақ соңын ол мүлдем күтпеген еді. 129 бөлімнен тұратын дораманың аты «Искушение жены».